іштегі қазақ елі. Қазір біздің Қазақстанда 37 жылғы репрессия жүріп жатыр. Қатты қысым халыққа. Халықтың ешқандай құқығы жоқ қазіргі жағдайда. Енді тек заңды халыққа қарсы заң шығып жатыр. Мына біздер мынау АЭС жөніне қарсылық білдіріп, өзіміздің саяси көзқарасымызды білдіргеніміз үшін менің қасымда 5 азамат қазір 9 айдан бері түрмеде жатыр Алматыда. Енді ол кісілердің ешқандай қылмысы жоқ. Әркімнің өзінің көзқарасы болады. Сол қарсылығы көзқарасы үшін қазір қатты қысымда түрмеде жатыр. Сот өтпейді. Енді біз АЭС-ке қарсымыз. АЭС апат ошағы дегеніміз үшін осындай жағдайға жетіп отырмыз. Біз ол 5 кісіні қолдаймыз. Біз бұл жүріп жатқан саяси мынау қазіргі 37 жылғы репрессияға қарсымыз. Ол 5 кісінің аты жөндерін білесіздер ме? Кімдер еді? Айта беріңіз. Жаубаев Нұрлан. Қайтадан. Жаубаев Нұрлан. Темірғалиев Нұрлан. Қазақбай Жанат. Айдар Мүбәрак. Тазылжан. Үшеуі ата 70-ге келген. Біреуі сахар ауруы бар. Ешқандай қылмысы жоқ. Бұл қатты қысым жасап отыр қазір бұл кісілерге. Біреуінің асқазаны кесілген. Иә. Жарты асқазаны жоқ біреуінің. Айдар Мүбәрак өзі алдында 2 жыл неде больницадан ауырып, қаншама операция жаңағы ота жасалып, зорға тірі қалған жігіт. Соны жарты жыл болды атом электростанция Ресей салуына қарсымын деп. Жапония басқа дамыған мемлекеттер салғысы, ол бір бөлек. Ал мынау Ресей империясына біз 350 жыл бодандықта болдық. 350 жыл құлдығында болдық. Солар келіп бізді жартпайды ол атом электростанциясы салып. Ана Тоқаев Путиннің күйеу баласы АЭС-ті жартып салмайды. Сондықтан біз Ресей империясының салғанына қарсымыз. 100% қарсымыз. Қарсымыз. Қазақстанда әділдік орнауын талап етеміз. Қазақ елінде азат елі болу үшін күресуіміз тоқтамайды. Тоқтатпаймыз.